Сәлем қыздар, кішкентай ханшайымдар. Сіздер егерде менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Алдыңғы өткен шығарылымдардың бірінде мен тоқыма өнерінің алғы шарттары немесе тоқыма тоқудың алғы шарттары деген тақырыпта шығарылым өткізген болатынмын. Бүгін мен кішкентай ханшайымдардың, менің шығарылымды қараған көрермендердің, сүйікті көрермендердің сұрауы бойынша жасалған тоқылған нәрсенің жабу әдісін немесе сымнан шығару әдісін үйретпекпін. Мұқият қараңыздар. Мен бүгінгі шығарылымда сіздерге жасалған дүниені, жасалған жіпті екі түрлі жабу әдісін көрсетемін. Біреуі сыммен, біреуі бізбен. Өте мұқият қараңыздар. Содан соң қайсысымен жабу сіздерге ыңғайлы, сонысымен жабуды ұсынамын. Жіпті жабу әдісі бұл бірнеше түрі бар. Маған сыммен, кәдімгі инемен жабу түрі бар, түрлі әдістері бар. Бірақ та мен сіздерге оның өзім жиі қолданатын, ең алғашқы үйренген уақытта тоқыманы кішкентай кезімде мен соны көрсетпекпін. Ең алғаш, сосын екінші қазір өзім ұнататын жабу әдісін көрсетпекпін. Мінекей, оң шалып алдық та, енді мына соңғы тұрған жібіміз бар ғой. Соны аламыз да көтереміз. Көтереміз де мына оң қолымыздағы жіпті шығарамыз. Мінекей. Бұл менің ең алғаш тоқыма тоқып үйренгендегі әдістерім, жіпті жабу әдістерім. Мінекей. Мінекей. Тағы да алдық жіпті. Мына шалуды көтеріп аламыз. Мінекей. Оң шалдық. Соңғы, мына соңғы жіптің арасын ашамыз да, жіпті тағы да көтеріп аламыз. Осылай жібіміз жабыла береді. Мінекей. Мына жіпті көтердік, арасынан мына жіпті шығардық. Жалпы тоқыма барысында бірнеше қателіктерге бой алдыратын уақытымыз жетерлік. Бірақ та онсыз болмайды. Мінекей. Сіздердің қолдарыңыз менімен бірге жаттығып жатыр деп ойлаймын. Қазір әзірше бұл бірінші әдісі. Менің бұл немен сыммен жабуым, екі сыммен қатар жабуым. Оң шалдық. Ала береміз. Ең соңғы жіпті шаламыз. Одан соңғы екінші жабу әдісі маған өзіме ұнайды. Мен жалпы тоқыма барысында осы шалуды жақсы көремін. Бұл да тап осындай. Тек бұл жолы мен сыммен емес, немен қазір көрсетейін. Крючокпен тоққан жақсы көремін. Крючокпен алған жақсы көремін. Жалпы мен қолымдағы мына сымымыз, біздерде қолдарыңызда линейка болса, 2 жарымдық сым. 2 жарымдық сым.
Мен қазір тап сондай мінекей 2,5 крючокпен. Сонымен 2,5 крючокпен жабамыз. Сіздерге көріне ме? Мінекейіңіз. Көрінді ғой? Алдық. Жалпы екеуі де бірдей тәсіл, тек мен бұны сыммен жаппаймын. Мына қолымдағы сымым 2,5. Қолымдағы бізім 2,5. Біз сол себептен екеуі де сәйкес болады. Мінекейіңіз. Алдым. Жағынан алдырам. Тағы да. Жалпы қараңыз міне. Алыстан көрмей жатсаңыздар міне. Іліп алдым. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, екеуі де бірдей етіп алды, оңды шығып, екеуін де бірдей етіп, мына екінші жіптен қайтарып жатыр депті. Мінекей мынадай етіп қайтарып жатыр. Онда ешқандай өзгешеліктер жоқ қой деген сияқты да. Өзгешеліктер қателесесіздер, өзгешеліктер бар. Қазір көрсін. Жалпы адам, мысалы маған сыммен жапқаннан көрі, бізбен жапқан ұнайды да. Біреулерге кәдімгі тігетін ине бар ғой. Сондаймен жапқан ұнайды. Мысалы маған сыммен емес, кәдімгі тігетін ине емес, маған бізбен жапқан ұнайды. Әркімнің өзінің қолының ептілігіне байланысты да. Қай жағы қайсы ыңғайлы, соған байланысты жасайды. Мінекей, мінекей. Енді мына жіпті керек емес, мына шалуымызды қорықпай тарта беруімізге болады. Мінекей. Енді қараңыз. Бізбен жаптым да мен бұны. Мына үштік сым болғанның өзінде жабылған жібім, мінекей, затым мындай созылмалы түрде келді. Мен қаттырақ тартқанның өзінде, мінекей, мына жібім былай тұр. Мына басы былай. Көрдіңіз бе? Үш-бірш болып кетіп қалды. Енді қазір қараңыздар. Мына бізбен жапқан жігім ешқандай да кеткен жоқ. Қатты күйінде тұр, мінекей. Көруіңізге болады. Маған ұнайды. Ойлауларыңыз мүмкін да, мынау деген үштік сыммен тоқылған нәрсе, мынау 2,5-пен тоқылған нәрсе деп. Жалпы екеуінің арасында ешқандай көп айырмашылық жоқ. 2,5 мен 3-тің арасында. Бірақ та маған көрдіңіз ғой, сыммен тоқылған, сыбымен жабылған тоқу әдісі ұнамайды. Маған бізбен жабылған тоқу әдісі ұнайды. Сол себептен өздеріңіз таңдаңыздар. Егерде киімдеріңіздің астыңғы жағы бос болсын десеңіздер, былай қайтарылып тұрсын десеңіздер, әрине сыммен тоқыған жақсы. Ал егерде қайтарылмайды, ешқандай да қатты күйінде тұрсын десеңіздер, бізбен жабу әдісі жақсы. Бұл мына кішкене қайтарылған жері жуылғаннан кейін өзі басылып кетеді. Сонымен қыздар, сіздерге аз да болса мағлұмат бергеніме қуаныштымын. Алдағы шығарылымдарда тағы да қандай нәрсе көргілеріңіз келеді, айтыңыздар. Сонымен бүгінгі шығарылым сіздерге мағлұматты шығарылым болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Пока-пока.